Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар және де каналдың жазылушылары. Сіздермен бүгін мен Clash.kz арнасы және де бүгін дуэл туралы видео болатын болады, яғни чемпионы KZ және де Казах Арми кланы арасындағы дуэл. Қазір ашамыз. Біздің клан өкінішке орай жеңіліп қалды, 49-53. Казах Арми кланына өте рахмет айтқым келеді. Мына жерде екен ғой. В общем, процент 90,90,30. Оларда 94,30 тоже. Атакалар 39 атака. Мне статистиканы көре аласыздар. В общем, сіздерге моя команда. Мен сіздерге осы видеоны көріп тұрған Nexusқа әділ деген жігіттің кланы, в общем, Казахстан Бест кланына сын Казах Тигр кланына рахметімді айтқым келеді осы видеода. Себебі Кемо және де Гайза әділдер өте керемет көмектесті. В общем, Казах Арми кланының жігіттері міне тоже осындай өте керемет жігіттер болды. Атаканы трешқа жауып тастады. Бізде в общем тх8 тупиттап қалды бізде басында. Көрсеңіздер, мына жабылмаған болатын, амал жоқ, тх9 жапты бұларды. Содан олар резко тх8-імізді жауып тастады. Алдыда болды яғни. Кемон атака жасайын дегенде 43 секунд үлгермей қалды. Хотя бы 50-ден асатын еді, очко по-любому жеңілсек деп. В общем, мен сіздерге Казах Армидің атакасын көрсетпей қойын, себебі мен өзімнің кланымның атакасын көрсетейін. Жалпы Нұраділ деген біздің глава ғой. Нұраділ деген жігіт өте керемет. Осы дуэлді ұйымдастыруға көмектескен, яғни тоже ұйымдастырды деуге де болады. Жақсы жігіт, өзі 5-ші тұрса да 1 мен 2-ні жалпы жапты. Көреміз достар. Осындай қарапайым базы, 9 антитрешка базалар болды. Казах Армиде біздің жігіттер дуэл ойнағасын ба, біздікілер тупиттап тх8-дердің антитрешкаларын жаба алмады. Яғни Спарка дегенді білет шығарсыздар, 2 гигантский бомба, солардан қабандары өліп жатты. Біздің жігіттер новичок болғасын, дуэлді қатты ойнамағандықтан сасқалақтап қалды деуге де болады. Яғни осындай тактикамен Нұраділ Пекка големен, содан кейін қабандармен осылай базаны алып кетті. Көріп тұрғандарыңыздай бір гигантский бомба кетті, және де Спарка жабылды. Одан кейін қабандар кетеді. Қабандар өздерінің жұмыстарын өте керемет атқарады. Көріп тұрғандарыңыз осылай дефтерді сындырады. Және де соңында қалған Тесламен пушканы сындырып тастайды. Осылайша мактарды добивать етіп, қабандарды добивать етіп, сөйтіп 3 жұлдызға алады. Өте керемет атака. Және де сіздерге тағы да жабылмай қалған Нұраділдің де тағы да атакасын көрсеткім келеді. Бұл жерде 98%. Бұл жерде не жабылмады деп ойласаңыздар, айтайын, корольдің Алтайыры бар ғой, сонысы жабылмай қалды. Бұл енді өте өкінішті. Енді бұл Казах Арми кланы жігіттерде 98, 97, 99%-ке жауып отырды. Не десеңіздер, Елка обновление, яғни Елка деп мұңы директоры Елка Суперстар компаниясы неше 3,5 минутта 3 минутқа қысқартқан болатын. Сондықтан қазірге жабу өте қиын. 3 жұлдызға уақыт жетпейді жатты. Сол, короче, біздің жігіттердің солының жеңіліп қалып отырды. Көріп тұрғаныңыз Алтайыр ғана қалды. Онда басқалары жабылған болатын. Бұл өте өкінішті. Және менде біздің жігіттердің тупы тақпаланмасында менде бармын. 52% атакам позор. Рационериге 93% уақыт жетпей қалды. Шармен жасам болатын. Бірақ ол атаканы көрсетіп керек емес деп ойлаймын. Мен сіздерге қазір трешкаларды көрсеткім келіп отыр. Кемо өте керемет, Валкириямен атака. Қазір Валкирия читерский тактика болып саналады. Бұрында ведьма болатын, ведьма қазір скелеттер
бомбаны обозрить етпеген соң қазір қалып қойдым. Ал Валкирияны обновлениеда скорсын көбейтті, яғни ұрғанда тез ұратын қылдырып көріп тұрмыз. Валкирия не істейді? Кәдімгідей алдыға жанталасады, көріп уже почти фул беттерді сындырып тастайды. Одан кейін қабандардың кездіктері, қабандар отырады, қарапайым сындырып тастайды. Қалған добиванияны қалады. Көріп тұрғандарыңыздай добивать етуде өте керемет. Өте керемет трошка. Bütün тағы да қандай атака бар десеңіздер, в общем, мен енді Т8-дегі өтейін. Бұл жерде өте керемет жазған болатын. Сіздерге Әуелбектің Адай баласы деген жігіттің жасаған атакасын көрсеткім келеді. Бұл жерде, яғни Гохо, тоже антитрошка база. Бұл да король големмен кіреді. Защитада ведьма өлтіру өте қиынға соқты деп ойлаймын. Король да бүкілі өліп қалды. Да, вражеский король өлген жоқ. Көріп Спартадан аман-есен өтті жаңағы нелер. Себебі король обозрить етті. Спарта бірінші нәрсесімен жойылды резко. Сондықтан бұл жерде өте қатты қауіп болған жоқ. Ең басты Спарта ғой ең жаманым. Қабандар өліп те жатты. Казах армиясының жігіттерінің атакаларында да Спартадан қабандар өліп жатты. Одан біздікілерде тоже өліп те жатқан болатын. Және мен сізге айтпақшы, сізге өте керемет атаканы көрсетейін деген. Қазір мен сізге тағы да екі атаканы көрсетейін. Біздің планның стратегиялар арасында Емоның екінші ақылы, яғни сізге қазір көрсететін боламын атакасы. Тағы да Валкириямен өзі Валкирия деп айтуға болады. Диметр сенемен ортаңызда теманы жарып алады. Және де големдермен кіреді. Мақтарды тазалайды. Кішкене шетін Валкириялар қуып кетпес үшін Валкириялар да кетеді. Крепскадан да Валкириялар бар. Көріп тұрғандарыңыздай Валкирия кәдімгідей құтырып кетеді, яғни. Көріп тұрғандарыңыздай ратушаны бүкілі де бірге сындырады. Көріп тұрғандарыңыздай гигантский бомбаға да бәрібір оған кәдімгідей одан шарлар кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай шар 5-ші уровень шалып кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай әрбір депте 2-3 штуктан теуіп отырады. Көріп тұрғандарыңыздай опанай Т8-да сындыру болып табылады. Осындай Валкирия біреуі ақ көткен Валкирия әлі тірі. Көріп тұрғандарыңыз қорсын қарасаңыздар өте керемет мықты. Осылайша трошка алады. Тағы да сіздерге бір атаканы көрсеткен келіп отыр. Ол атакаға да қызы ханның қуанышқа атака жасағаны. Бұл да тоже антитрошка база. Бұл жерде топ-никспен алып кетеді, яғни. Големдермен кіреді. Мына жақтан бір пекка қып кетті. Одан өзінің пеккалары 2-ші уровень алдыға шықты. Бірақ пекка қайтадан орналасты. Мына жақтағы ортаға кірді. Ортаға да тірсіндіріп жатыр. Король шеттегі пекка әлі тірі. Өте керемет. Өзім сізге тағы бір атаканы көрсеттім, қазір көрсетемін. Обязательно осылайша сындыру болып табылады. Қарасаңыздар, мына жерде король способности қорғады. Осы сындырып атады да, пам, өлтіріп тастайды. Сіздің шеттегі хижиноныңызда сындырып тастайды. Бұл опанай трошка, тоже тағы да трошка деймін. Тағы да сіздерге тілек қабыл деген зетін атакасын көрсетіп отыр. Бұл жерде сіздерге герой, бұл жерде герой пекка болып саналады. Қарасаңыздар, осы атакада ма, онда емес па? Осында, осында.
В общем, големдермен кіреді астыдан. Одан кейін Валкирия деп қойын Ганшайын өлтіріп алады. Одан кейін хоктар кетеді. Тағы да үстіден хоктар кетеді 5-5 штуктан. Одан кейін тағы да гигантский бомба. Одан кейін маг тазалауға көттандыңыздай. Бұл жерде пектаны кейіні. Бұл жаққа пекка арбалет құртып жатыр барлығын. Пекка жүр, иә, көріп тұрсыздар. Жаны аз қалды. Әлі, қараңыздар, арбалетке қарсы әлі сындырып жүр, үстінде королева әлі атып жатыр. Әлі тірі, қараңыздар, 0 хп-мен кәдімгідей әлі жүр, 0 хп. Енді 1-5 хп қалған шығар, әлі тірі. Өте керемет трошка, сондай пекка ташып кетті. Яғни мен сіздерге тағы да нені көрсеткім келіп тұр. 13-ші тактикам, в общем, защита қайда. Екі атаканы не істеді, таши детті. Мен сіздерге 13 адмиралдың атакасы деп қой, защитасы өте керемет. 4 атаканы ұстады. 8. Бұл жерге қаншама атака жасады. Егер сіздерде 8-ден КВ-ға база керек болса, осы базаны копировать етіп алыңыздар. Өте керемет. Адмирал деген Нұрраділ тоже біздің главаның екінші аккаунты. Өте керемет, қарыңыздар, осы базаға қаншама атака кетті казахар мешіттермен. В общем, бүгін осы видео аяқталынады. Каналға тіркеліңіздер және де лайк басуды ұмытпаңыздар, және де кланға келіңіздер достар. Соңға кетсеңіздер, қуана қарсы аламыз. Ал амандықпен жүздескенше, келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.